Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін сіздерге осындай денсаулыққа пайдалы сұлы жармасынан печенье дайындайтын боламыз. Ол үшін сұлы жармамызды блендерімізге салып, үгітіп аламыз. Кейін осыған құрғақ дәмдеуіштерімізді салып, тағы бір араластырып аламыз. Кейін блендерімізді босатып алып, оған финик, жұмыртқа және сары май саламыз да біркелкі болғанша блендерлейміз. Біркелкі массамызды енді сұлы жармасына қосып, қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Енді осыны бөліктерге бөліп, печенье тәріздес етіп дөңгелектейміз. Дайын болған формаларымызды енді пешке 180 градусқа 15 минутқа пісіріп аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай осындай өте дәмді, жұмсақ болып печеньеларымыз піседі. Астарыңыз дәмді болсын.